Аудио кітап ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Қолдаймын деушілер болса, Каспий нөмір сипаттамада. Қарауыл дүрбі маңдайша жазуының астында. Ертеңгі асты ішіп болысымен Сквайр шақырып алып, мына қағазды Қарауыл дүрбі тавернасындағы Джон Сильверге апарып бер деді. Қалай іздеп табатынды да түсіндіріп берді. Теңіз жағасымен жүре берсем, есігінің маңдайшасында жарнама орнына үлкен дүрбі ілінген кішкене тавернаға кезігеді екенмін. Кемедегілерді де, матростарды да тағы бір рет көруіме себеп табылғанына қуанып, сол бойда шыға жөнелдім. Пристань басындағы тай-тай жүк, күймелі арбалардың арасымен иін тіресіп, бұқып жүрген көп халықты бұза жарап өтіп, ақырында тавернанда таптым-ау. Кішкентай болғанмен тым тәуір таверн екен. Жарнамасы жаңадан боялған, терезелеріне жап-жақсы қызыл перделер ұсталған, еденіне тап-таза құм төселіпті. Есіктері көшенің екі жағына бірдей шығады екен. Екі есігі де айқара ашылған. Аласалау, кең бөлмені темекі түтіні жайлап алған, бірақ үй іші бір шама жарық. Тавернада отырғандар теңізшілер. Даурыға сөйлескен айғай-шудан қаймығып, есік алдында тұрып қалдым. Бүйірдегі бөлмеден бір кісі шықты. Ұзын тұра Джонның сол екенін бірден білдім. Сол аяғы қара санынан жоқ. Сол қолтығына қысқан балдағы бар. Аттаған сайын құс сияқты секіре басқанымен, балдағым бүйім құрлы көрмей, оп-оңай тез қозғалады. Ұзын бойлы, мығым денелі кісі екен. Табақтай қуқыл беті далиып жатыр. Бірақ ақылды, әрі ақ жарқын, көңілді адам сияқты. Өзі әлденеге соншалықты қуанышты кейіп танытады. Ысқырып әндете жүріп столдың арасымен зыр қағады. Таныстарын арқасынан қағып, әзілдесіп те қояды. Шынымды айтайын, Сквайрдың хатынан ұзын тұра, Джон туралы оқып тұрып, бұл әлгі өзіміздің ескі, бен боуымызда мен күтіп кездестіре алмаған жалғыз аяқ теңізші болып шықпаса, жарар ет деп зәрем ұшып еді. Бірақ мына жерде өзім көруім-ақ мұң екен, бар күмәнім ыдырап сала берді. Капитанды көргенім бар, қара төбетті көргенім бар, соқыр пиуді көргенім бар. Енді теңіз қарақшыларының кескін кейпі қандай болатын білетіндей болдың ғой деп тұспалдайтынмын. Жоқ, мына тап тұйнақтай жинақы, ақ жарқын трактир қожасының қарақшыға еш ұқсастығы болмай шықты. Бар батылдығымды жинап, есіктен кіріп, балдағына сүйеніп, қонақтарының бірімен сөйлесіп тұрған Сильвердің тура өзіне қарай жүрдім. «Сэр, мистер Сильвер, сіз боласыз ба?» деп сұрадым, қағазымды ұсынып. «Иә, мен болам балақайым. Атым Сильвер екені рас. Ал сен өзің кім боласың?» деді ол. Сквайр жазған қағаз екенін көргенде бір түрлі селк ете түскендей болды. «О, білдім деді ол маған қолын беріп жатып. «Біздің жаңа юнгамыз өзің екенсің ғой. Танысқаныма қуаныштымын» деп күректей, жалпақ, қарулы алақанмен қолымды қатты қысып жіберді. Осы сәтте алыс түкпірде отырған біреу кенет орнынан ұшып түрегеліп, есікке қарай тұра жүгірді. Есік оның жанында еді. Дегенше болмай, жып етіп жоқ болды. Апыл-құпыл қимылына бола жалт қарап, ем әлгіні тани кеткенім. Әне өкіні өзіміздің тракторге келіп кеткен ісік бет шолақ қол кісі. «Ей, ұстаңдар анан» деп айқай салдым. «Анау қара төбет қой, қара төбет. Аты кім болса, ол болсын, ұрғаным бар ма? Ақшасын төлемей кеткенін айтсайшы. Гарри, тез жүгір, ұста анан» деп Сильверде ойбайлап жатыр. Есікке таяу отырған біреу де ұшып түрегеліп қуа жөнелді. Тіпті басқа емес, адмирал Хоктың өзі боп шықса да, ақшасын төлетпей жібермейтін едім дейді Сильвер. Содан кейін қолымды тез қоя бере салып, «Аты кім дедің?» «Қара». «Содан кейін қалай еді?» «Қара». «Немене дедің?» деп сұрады. «Төбет, сэр. Қарақшылар туралы мистер Трелони өзімізге айтпап еді?» «Қара төбетте сол қарақшылар тобынан дедің». «Не дейсің деп гүрете түсті Сильвер. «Менің үйімді қарақшы жайлағаны ма?» «Бен, жүгір, Гарриге көнікке бар, ұстаңдар». Көрт ұшқандардың бірі боп шықты ғой. «Ей, Морган, сен осы жаңа онымен бір столда отыр едің ғой. Қане, бер келші». Оның Морган деп шақырған кісісі беті тотыққан, шашы аппақ құдай теңізші екен. Аузындағы темекісін тамсанып, мүсәпір кейіппен қасына келді. «Ал Морган, шынымды айт, бұдан бұрын әлгі қара қалай еді?» «Иә,
қара төбетті көргенің бар ма еді деп сұрады ұзынтыра. Көрсем бұйырмасын сер деп, Морган басын төмен иіп, ізет жасады. Атын естігенім бар ма еді? Жоқ сер, естігенім жоқ. Ендеше бақытты боп шықтың, Том Морган, деді Сильвер. Ондайлармен әмпей болсаң, менің тавернама аяғында аттап баспайтын боласың, түсіндің бе? Сенмен ол не туралы сөйлесті? Анық есімде қалматты сер, деді Морган. Анық есімде қалматты. Ендеше мына иығындағы бас емес, Юферс боп шыққандағы. Өзің кіммен сөйлестің, сонда білмейсің де. Қане, онанда ол не деді? Бәрін айтып бер. Кеңіз, кеме, капитан деп бірдемелерді қоқыстып отыр едіңдер ғой. Қане, тез. Бол. Біз жазықтыларды киль астынан өткізу тәртібі жайлы сөйлесіп отырғанбыз, деді Морган. Киль астынан өткізу. Саған жетпей жүргені тек осындай әңгімеді. Ей ақымақ Томай, бар, орныңа барып отыра бер. Морган орнына барып отырған соң, Сильвер маған қарай еңкейіп құлағыма сыбырлап. Бұл Том Морган деген сондай бір адал адам. Бірақ барып тұрған ақымақ деді. Өзім оның маған ілтипат жасап, осылай сөйлескеніне риза боп, масаттана түстім. Ал енді есімізге түсіріп көрейікші, деді ол. Бұдан кейін даусын естірте сөйлеп. Қалай еді? Қара төбет деп пе едің? Жоқ, еш қашан естімеген кісім. Бірақ өзім бір жерде көрген сияқтымын. Иә, бір соқыр қайыршымен бірге келіп кетіп жүретіні барды. Иә, соқыр деп айқайлап жібердім мен. Мен ол соқырды да білемін. Оның аты Пью. Доп-дұрыс, деді Сильвер. Бірақ бұл жолы өзі бір түрлі абыржып қалды. Пью. Аты дәл солай. Пью болатын. Сыртқы түрінің өзінен ақ алаяқ екені көрініп тұратын. Қара төбет қолға түссе, капитан Трелоны қандай риза болар еді. Бен деген жүйрік қой. Жүгіргенде одан озатын кеңісші кемдегем шығар. Жоқ, Беннен қашып құтылуы қиын. Бен кімді болса да қуып жетпей қоймайды. Кемішілерді киль астынан өткізу туралы сөйлестік деп еді, әлгі Морган. Бәлем, тұра тұрсын, енді біз оның өзін киль астынан өткізіп шығарайық. Сильвер балдағына сүйеніп, секіріп, әрлі-берлі жүргіштеп, столды ұрғыштап, шын күйіп пісе сөйледі. Мұнысын көрсе, тіпті Олд Бейлидегі судьяда, немесе Лондонның полицейде оның еш жазықсыз екендігіне қалтқысыз сенген болар еді. Менің қарауыл дүрбіде қара төбетпен кездесуім бұрынғы күдік күмәндарымның бәрін қайта оятып, енді мен аспазды қадағалап бақылай бастадым. Бірақ ол менен әлдеқайда ақылды, тапқыр, айлакер екен. Қара төбеттің соңынан қуып кеткен екеу ақырында қайтып оралды. Иіндерінен демала сөйлеп, олар қара төбеттің көптің арасына кіріп, көз жаздырып кеткенін айтты. Ұзынтыра Джонның қатты ыза боп, әлгі екеуіне аямай ұрысқанын көрген соң, оның еш жазығы жоқ екеніне мен бұрынғыдан бетер сене түстім. Хокинс, естіп тұрсың ба? Осы бір күтпеген оқиға мені апарып орға жықпаса қайтсын. Енді мен жөнінде капитан Трелонидің не ойлап қаларын кім білсін. Қарғыс атқыр, әлгі галланттық теңізші төрімде отырып алып, менің арағымды ішеді екен де. Содан бір кезде сен келіп, мына отырған қарақшылар тобындағылардың бірі осы кісі деп мәлімдейді екенсің. Соған қарамастан, мен иллюминаторларының дәл алдында отырған әлгі кісінің сенен оп-оңай қашып құтылуына мүмкіндік береді екенмін. Сонда қалай болғаны? Жоқ, Хокинс, енді капитан Трелонидің алдында мені өзің қорғап қалмасаң болмайды. Жас болғанмен өзің ақылсыз емес екенсің. Сені алдап соғу қиын. Иә. Мен бұны бірден ақ байқағанмын. Енді капитанға өзің түсіндіріп бермесең болмайды. Ағаш аяғымен қарғыс атқыр төбетті қайдан қуып жетсін деп айт. Шіркін-ай, бір кезде керемет маңдай алдақ теңізші болатынмын. Әттен, сол кезім болса, көрер едім, мен оның қашып құтылғанын. Дегенше болмай, істікке де түйреліп, отқа да қақталып қалғанын бірақ білген болар еді. Ал қазірше, ол кенет сөзін тыя қойды. Әлдене есіне енді ғана түскендей аузын ашып қатып қалыпты. Айтпақшы, ақша қайда деп айқайлап жіберді содан кейін. 3 сапты аяқ сыраның ақшасы қайда? Сайтан алғыр, ақша жайын ұмытып кетіппін ғой. Орындыққа жалп етіп отыра кетті де, қарқылдап күлдай келіп, көзінен жасы аққанша күлді. Ол күле бергесін, күлкісі мағанда жұққандай, қосылып мен де күлдім. Содан бара-бара бүкіл таверна күліп, күлкіден үйдің қабырғалары селкілдеп, теңселіп кеткендей.
Мен кәрі қақбасты маубас бұзауда етіп, алдап соқтау әлгі, деді ол, ақырында көзінің жасын сүртіп. Хокинс, байқауымша сірә, біз екеуіміз де бір-бірімізге сай болатын түріміз бар. Менің жана Юнгадан нем артық? Енді бармасақ болмайды. Қанша дегенмен жігіттер, жұмыстың аты жұмыс емес пе? Мен өзімнің 3 бұрыш кепкамды киейін. Содан сенімен бірге капитан Трелониға барып, болған жайды түгел баяндап шығайын. Шынына көшсек, Хокинс бұл өзі оңай шаруа болмай шықты. Маған да, саған да мұның абырой әперері шамалы. Жоқ, маған да, саған да, екеуімізді де тақыршаққа отырғызып беттемес пе? Дегенмен ол мені сайтан алғыр, ақша мәселесінен де жаман қатырды. Тағы да ол қарқылдай жөнелді. Тоқтар емес. Бұдан кісі күлерлік ештеңеде көріп тұрмасам да, оған қосылып, еріксіз тағы да күлдім. Екеуіміз енді жағалау бойымен жүріп келеміз. Сильвер өте сөзі бар, әңгімешіл адам екен. Өзіміз жанынан өткен әр кеме туралы болмаған, толып жатқан мәлімет айтып берді. Кеменің жабдықтары қандай, қанша жүк көтере алады, қай елден келген, ол осының бәрін білетін боп шықты. Портта істеліп жатқан жұмыстардың бәрін де түсіндіріп келеді. Мына кеменің жүгі түсіріліп жатыр. Ана кеменің жүгі киеліп жатыр. Ал ана 3-ші кеме кешікпей ашық теңізге шықпақ деп, тәптіштеп айтады. Кемелер жайлы, теңізшілер жайлы талай қызық жайттерді де әңгімелеп үлгерді. Теңізшілер көп қолданатын әртүрлі түсініксіз сөздерді де айтып қояды. Және әдейі менің жадында қалсын деп неше рет қайталап та айтады. Сөйтіп, теңіз сапарында Сильверден артық жолдас табылмайтынына менің көзім жете бастады. Ақырында біз трактерге де келіп жеттік ау. Сквайр мен доктор Липси екеуі сырашып, қуырылған қытырлақ ақ нан жеп отыр. Енді шхунаға барып, оның жабдықталу жайын көрмекші екен. Ұзын тұра Джон тавернада болған оқиғаны бастан аяқ тез-тез сөйлеп, бір өтірік қоспастан тізіп шықты. Шынында да, осылай болған жоқ педі, Хокинс, деп маған қайта-қайта қостатып қояды. Ол сұраған сайын, сөзінің еш өтірігі жоқ екенін білдіріп, мен де растай түсін. Екі джентльменнің екеуі де қара төбеттің омай құтылып кеткеніне соншалық қынжылып қалды. Бірақ амал нешік. Джентльмендердің мақтауын тыңдап болғасын, ұзын тұра Джон балдағын алып шыруға беттеді. Команда кемеге күндізгі сағат 4-те жиналсын деді Сквайр, оның соңынан дауыстап. Құп сэр, деді аспаз. Ал Сквайр, деді доктор Ливси. Шынын айтсам, қызметке алған адамдарыңыздың көпшілігіне менің көңілім толмайды. Бірақ мына Джон Сильвер маған ұнады. Тамаша адам, деді Сквайр. Джим де бізбен бірге шхунаға барады ғой. Солай емес пе, деді доктор. Әрине, деді Сквайр. Хокинс, қалпағыңды киіп, бізбен бірге жүр. Кемеміз қандай екен көрейік. Оқ-дәрмен қару-жарақ. Испаньоланың тұрған жері жағадан едәуір қашық екен. Оған жету үшін қайыққа мініп, кеменің арасымен әзер дегенде келеміз. Алдымыздан кейде кеменің әртүрлі мүсіндер бейнеленген сәнді тұмсық жағы, кейде арт жағы шыға келеді. Кеме арқандары қайығымыздың астыңғы жағынан сықыр-сықыр етіп қалып жатыр. Төбемізден де салбырап төне қалады. Бізді өз кемемізде шапыраш көз, беті тотығып қарайған, құлағында сырғасы бар байырғы теңізші, штурман мистер Эроу сәлем беріп қарсы алды. Сквайр екеуінің арасында жақын достық, аса сыйластық қарым-қатынас орнағанға ұқсайды. Бірақ Сквайрдың капитанмен келісе алмай жүргендігі де көрініп тұрды. Капитан тұйық мінезді кісі екен. Кемедегінің бәрі оның көңілінен шықпай жүрген көрінеді. Өзінің ренжу себептерінде жасырмай, бірден-ақ алдымызға жайып салды. Біз каютаға түсер-түспестен-ақ бір матрос келіп, «Сэр, капитан Смолеттің сізбен сөйлескісі келеді», деді. «Капитанмен сөйлесуге әрдайым әзірмін. Айт, осында келсін», деді Сквайр. Елшісінің соңынан іле-шала капитанның өзі де келе жатыр екен. Каютаға кірген бойда есікті кілттеп алды. «Я, капитан Смолет, не айтпақ едіңіз? Бүлінген ештеңе жоқсығар әйтеуір. Шхуна сапарға дайын ба?» «Жағдайым мынадай, сэр. Сізбен араздасып қалам ба деп қорқып тұрмын. Бірақ неде болса ойымды бүкпей, ашық сөйлескім келеді», деді капитан. «Маған біздің осы экспедициямыз ұнамайды. Матростарымыз да өзімнің көмекшімді ұнамайды. Бар айтарым осы».
Сер, мүмкін сізге тіпті кеменің өзде ұнамайтын шығар, деді Сквайр. Оның ашулы екенін байқады. Теңізде жүзіп көрмей, шхуна туралы пәлендеу қиын, деді капитан. Кеме жаман жасалмаған сияқты, бірақ кесім айтуға әлі ерте. Сер, ендеше сізге шхунаның қожасы. Мұна мен ұнамайтын болғанымдағы, деді Сквайр. Бірақ оны доктор Ливси бөліп жіберді. Сабыр етейік, деді ол. Бүйте берсек, жанжалдан басқа ештемеде таппаймыз. Капитан көп жайды білдірді, бірақ тым шолақ қайырды. Сондықтан бірер түсініктеме талап етуге қақым бар. Капитан, сіз ғой жаңа біздің осы экспедициямыз сізге ұнамайды дедіңіз, рас қой? Неліктен? Мен өзім осы қызметіме мына джентльмен кемені қайда апар десе, сонда апару үшін шақырылдым ғой деп есептеймін. Ал бірақ сапарымыздың мақсаты жайлы маған ешкім ештеме айтқан жоқ, деді капитан. Жақсы дейік, мен оны сұрап та жатпадым. Бірақ кешікпей-ақ кемедегі ең жаман деген матростың өзі де сапарымыздың мақсаты жайлы менен әлде қайда көп білетіндігіне менің көзім әбден жетті. Меніңше бұл келісті нәрсе емес, ал сізше қалай? Меніңше де солай, деді доктор Ливси. Содан кейін тағы бір білгенім. Осы сапарымызда біз бір қазына іздеп бара жатқан көрінеміз, деп жалғастырды сөзін капитан. Есіңізге сала кетейін, мен мұны басқадан емес, өзінің қарамағымдағы адамдардан естідім. Ал қазына іздеу сапар деген екіталай кәсіп. Жалпы қазына іздеу деген менің қолым емес, ондайға тіпті еш құштарлығым да жоқ. Әсіресе мынандай құпия әрекетке құштар емеспін. Және дағы, мистер Трелони, сіз кешіре көріңіз, ол құпияның сырын торда отырған тотыға дейін біліп алыпты. Сильвердің тотысы ма, деді Сквайр. Жоқ, бұл жай мәтел ғой, деді капитан. Құпияның енді ешқандай құпиялығы қалған жоқ деген сөз. Меніңше, сіз өзіміз кіріскен осы бір ісіңіздің қауіп-қатерін әлде жете байыптамай жүрсіз. Бұл тұрғыдағы өз пікірімді мен айтар болсам, сіз не өмір, не өлім дейтіндей қым-қиға шайқасқа киліккел тұрсыз. Бұл сөзіңіздің жөні бар, деді доктор. Біз тәуекелге бел буып отырмыз. Бұл өте қауіпті іс. Бірақ осы қауіпке бізді жете мән бермей жүр деп ойласаңыз, оныңыз қателескендігіңіз. Әлгінде команда ұнамайды дедіңіз, солай ғой. Сонда қалай сіздіңше біз жинаған теңізшілердің тәжірибе жағыма жетіспей жатқаны? Солар маған ұнамай-ақ қойды. Турасына көшсем, команда құрастыруды маған тапсыру керек еді. Таласым жоқ, деді доктор. Менің досым Трелони, екеуіңіз команданы бірлесе отырып құрғандарыңыз жөн еді. Бірақ сенсеңіз, бұл жай кездейсоқ кеткен ағаттық. Әдейі істелген ештеме де жоқ. Сосын сұрағым келгені, сізге мистер Эру ұнамайтын сияқты, солай ма? Иә, ұнамайтыны рас, сэр. Оның жақсы теңізші екендігіне күмәнім жоқ. Бірақ маған жақсы көмекші болады деу қиын. Өйткені команданы бетімен жіберіп жүр. Қарауындағы матростармен әмпей-жәмпей болғысы келеді. Штурман кемеде матростардан оқшау жүруге тиіс. Ал ол болса, матростармен бірге арақ ішеді. Сонда оны маскүнем демексіз бе, деді Сквайр. Жоқ, сэр, деді капитан. Менің бар айтқым келгені, команданы тым бетімен жіберіп жүр. Ал енді капитан, турасын айтыңызшы, бізге не істедегіңіз келеді, деді доктор. Осы сапарға шын бел буып отырғандарыңыз рас қой, джентльмендер. Бір жола, деді Сквайр. Өте жақсы, деді капитан. Мен өзімнің бұған дейінгі айтқандарымның еш қайсысын дәлелдей алмағанмен, сіздер шыдамдылық көрсетіп, сөзімді бөлмедіңіздер. Ендеше тағы да тыңдай түсіңіздер. Оқ дәрі мен қару-жарақ кеменің тұмсық жағына жиналып жатыр. Ал бірақ сіздің каютаңыздың астында өте бір қолайлы орын бар екен. Сол араға неге жинамасқа? Бұл бір деңіз. Содан соң сіз сапарға өзімізбен бірге 4 қызметші алған екенсіз. Менің естуімше, сол қызметшілердің біреуін кеменің тұмсық жағына орналастырмақ көрінеді. Ал менің ойымша, қызметшілердің бәріне сіздің каютаңыздың қасынан неге орын таппасқа? Бұл 2. Үшіншісі де бар ма, деп сұрады мистер Трелони. Бар, деді капитан. Кемеде гу-гу әңгіме көп. Рас, қысыр әңгіме көп екені рас, деді доктор. Мен сіздерге тек өз құлағыммен естігендерімді ғана айтайын, деп жалғастырды капитан Смоллет. Сіздерде бір аралдың картасы бар деседі. Сол картаның крест қойылған жерлерінде жасырылған қазына бар көрінеді. Енді сол аралдың қайда орналасқанын айтайын. Капитан аралдың ендік,
бойлықтарын айна қатесіз дәл айтып берді. Бұл менің түсімнен шықпаған нәрсе деп дауыстап жіберді Сквайр. Бірақ бұны білмейтін кемеде бірде-бір матрос қалмапты, сэр, деді капитан. Сыр шашып алған сіз болдыңыз, Ливси, деді Сквайр. Немесе Хокинс, сенсің. Сыр шашқан кім болса да, енді оның бәрібір, деді доктор. Менің байқағаным, мистер Трелоны қанша ақталғанмен, доктор да капитан да оған сенбеді. Ол жерде оған мен де сенгенім жоқ. Өйткені оның расында да сөзі бар адам екенін білетінмін. Ал қазір ойлап қарасам, сол жолы оның айтқаны шын екен. Аралдың қай жерде екенін команда бізсіз-ақ біліпті. Джентльмендер, мен картаның қайсыңызда екенін білмеймін, деді капитан, сөзін әрі қарай жалғастыра түсіп. Бірақ менің талап ететінім, карта менен де мистер Эроудан да құпия сақталатын болсын. Өйтпеген күнде мені жұмыстан босатуыңызды өтінемін. Түсіндім, деді доктор. Сіз біріншіден бас артық, бос сөз тыйылса екен дейсіз. Екіншіден, кеменің арт жағын берік қамалға айналдырып, менің досымның қызметшілерінің бәрін сонда жинап, кемедегі бүкіл қару-жарақ, оқ-дәріні соларға бергіміз келеді. Екінші сөзбен айтқанда, кемеде ереуіл шығады деп қорқатын көрінесіз. Сэр, деді капитан Смолетт. Бұл сөзіңізге мені ренжиді деп ойламаңыз, бірақ маған өзім айтпаған сөзді таңбағаныңызды қалар едім. Ереуіл шығатынын біле тұра, кеңізге шығудан бас тартпаған капитанды кейін ешкімде ақтай алмас еді. Мистер Эроудың адал екеніне менің шүбәм жоқ. Матростардың да көбі адал адамдар. Тіпті шетінен бәрі адал жандар болуы да мүмкін. Бірақ кеменің қауіпсіздігі үшін, кемедегі әр адамның өмірі үшін жауап беретін мұна менмін ғой. Кемеде көп нәрсе дұрыс істелмей жатыр. Кейісті сақтық шараларын қолданыңыз. Әйтпеген күнде мені жұмысымнан босатыңыз. Бар айтарым осы. Күйедей дегенім түймедей болды деген сөзді естігеніңіз бар ма еді? Деді доктор жымиып. Кешірерсіз. Сіздің мына әңгіменізден сол мысал есіме түсіп кетті. Сіз осында алғаш кіргеніңізде бұл айтқаныңыздан әлдеқайда көп нәрсе талап етерсіз деп, басымдағы паригіммен серт етуге әзір едім. Доктор, сіз көреген адам екенсіз, деді капитан. Осында келгенде мен есеп айырысуды талап етпек боп келіп едім. Өйткені мистер Трелоны менің бір ауыз сөзімді де тыңдап жатпас деп бірден күдер үзіп келгенмін. Тыңдамағанда болар едін, деп айқайлап жіберді Сквайр. Мына Ливси болмағанда сізді бірден ақ қуып шығатын едім. Бірақ енді не десек те сіздің бар әңгіменізді тыңдап шықтым, және бар айтқаныңызға көніп отырмын. Бірақ не пайда? Сіз жөніндегі бұрынғы пікірім өзгеріп, енді тіпті нашар пікірде қалып отырмын. Ол жағын өзіміз біліміз, деді капитан. Өзімнің кейісті міндетімді атқарып отырғанымды кейін түсінерсіз деп ойлаймын. Осыны айтып, ол шығып кетті. Трелоны, деді доктор, сіз кемеге екі бірдей адал адам шақырған болып шықтыңыз. Біреуі капитан Смолетте, екіншісі Джон Сильвер. Бұл өзімен күтпеген жағдай. Сильвер жөнінде айтқаныңызға қосыламын, деді Сквайр. Ал енді жанағы өтірікші, лепірме капитанның қылығы ер адамға да, кеңісшіге қала берді, ағылшынға да лайық қылық емес. Жарайды, кімнің қандай екенін кезінде көрерміз, деді доктор. Біз палубаға шықтық. Матростар қару-жарақпен оқ-дәріні кеменің арт жағына таси бастаған екен. Жұмыс үстінде олар хо-хо-хо деп ән салады. Капитан мен мистер Эрроу бас көз болып жүр. Біздерді кемеде басқаша орналастырғандары өте ұнады. Бүкіл шхуна қайта жабдықталып шықты. Кеменің кейінгі жағында орта трюмнің бұрынғы түпкі қабырғасына таяп 6 каюта жасалды. Олар сол жақ кенеремен өтетін жол арқылы камбузбен де бақпен де жалғастырылды. Алғашында бұл каюталар капитанға, мистер Эроуға, Хантерге, Джойсқа және доктор мен Сквайрға берілуге тиіс еді. Бірақ кейін 2 каютаны Редруд пен маған берді де, мистер Эроу мен капитан екеуі палубада, төмен өтер жолдағы тамбурға орналасты. 2 бүйірінен де кеңейтілгеннен кейін, бұл тамбур кеменің арт жағындағы рубкадан айнымай шықты. Әрине ол онша кең еместі, бірақ ішіне 2 гамақ сыйып кетті. Тіпті штурманның өзі кемедегі орынжайдың осылай бөлінгеніне риза сияқты көрінді. Кім біліпті, мүмкін ол да командаға сенімсіздік білдіріп жүрген шығар. Бірақ бұл кек менің долбарым. Өйткені кешікпей өздеріңізде көрерсіздер,
штурман шхунада ұзақ бола алған жоқ. Ең соңында оқ дәр тасып, каютларымызды жөнге келтіріп, барын тамызы сала жұмыс істеп жатқан кезіміз еді. Жағадан шлюпкаға міне ең соңғы матростар, олармен бірге ұзын-тұра Джон келді. Аспаз кемеге маймылдан бетер тез, оп-оңай мінді де, біздің не істеп жатқанымызды көрген бойда. «Ей ағайындар-ау, бұларыңыз не?» деп айқай салды. «Оқ дәр салған бөшкелерді көшіріп жатырмыз, Джон», деді бір матрос. «Оның не қажеті болыпты?» деді ұзын-тұра даурығып. «Енді судың ертеңгілік кейін қайтуына үлгірмейтін болдық қой. Олар мен берген бұйрықты орындап жатыр» деп, капитан оның сөзін бөліп жіберді. «Ал сіз, құрметтім, матростар кешкі астарын уақытында ішсін десеңіз, кез ас үйге барыңыз». «Құп болады, сэр», деді аспаз, қолын самайына апарып шашына тигізді де ас үйге сүңгіп жоқ болды. «Бұл өзі бір тамаша кісі, капитан», деді доктор. Мүмкін, тамаша кісі болуы да мүмкін, сэр, деді капитан Смолетт. «Жігіттер, абайлаңыздар. Бұдан кейін ол оқ дәрі салған кеспекті домалатып келе жатқан матростарға қарай жүрді. Кенет ол менің кеменің орта тұсына орнатылған айналмалы зеңбіректі қарақштап, жайдан-жай тұрғанымды байқап қалып тап берді. «Ей, Юнга, жоғал бұл жерден», деді ақырып. «Аспазға бар, жұмыс тауып берсін». Аз үйге қарай зытып бара жатқанында, кемеде ешкімнің де ерке тотай болуына жол бере алмаймын деп, капитанның докторға сөйлеп жатқанын естідім. Сенсеңіз, осы сәтте мен Сквайрдың капитанды шәлкес мінез, қыңыр адам деген пікіріне әбден қосылып, оны тіптен жек көрген еді. Теңізге шығу. Әбігеріміз түні бойы таусылмады. Заттарды бір жерден екінші жерге ауыстырып тасумен болдық. Сквайрға оң сапар тілеп, аман барып сау қайт деген сияқты лебіз білдірген Сквайрдың мистер Блендли сияқты достары шлюпкамен бір келіп бір кетіп жатты. Бұған дейін мен адмирал Бенбоуда ешқашан мұндай көп жұмыс істеп көрмеген болатынмын. Таңғылаң бере боцман сыбызғысын ойнап, команда зәкірді көтеруге кіріскен кезде мен сілем қатып питықтап әбден шаршаған едім. Бірақ тіпті бұдан екі есе көп шаршасам да, бүгін мені палубадан ешкім қуып кетіре алмас еді. Үзік-үзік бұйрықтар, құлақ жарған ащы ысқырық үні, кеме шамдарының күңгірт жарығы астында жұмыс жасап, әбігерлене жүгірген адамдар, осы көріністердің бәрі де мен үшін соншалық қызықты, әсерлі жаңалық болды. «Ей, шолақсан, он бастап жібер» деп айқайлады бір матрос. «Ескі әндердің бірін айтатын бол» деді екіншісі. «Жарай, жігіттер, айтып көрейін» деді. Балдағын қолтығына қысып, сол арада палубада тұрған ұзын-тұра Джон. Ол өліктің сандығында 15 адам деп бастағанда, бүкіл команда хор айтқандай қосыла жөнелді. «Йо-хо-хо, тағы да бір шөлмек ром». Соңғы хон айтқанда, матростар зәкір көтеретін арқанның тетігін барлығы бір кезде бір кісідей басып кеп қалды. Есіме біздің ескі адмирал Бенбоумыз түсіп, марқұм Бонстың дауысы да кенет жаңағы матрос хорына қосыла кеткендей болды. Кешікпей зәкірде көтеріліп, кеменің тұмсық жағына бекітілді. Одан тамшылап су ағып тұр. Жел үрлеп, желкен көтерілді. Жер шегініп, кейін қалып барады. Жан жағымызды қоршап тұрған кемелер де алыстай бастады. Мен бір сағатта болса, көз шырымын алуға, кереуетіме барып жатуға тиіс едім. Испаньола мен жатпастан-ақ теңізге шығып, Қазына аралына қарай бет түзеді. Сапарымыздың бар егжей-тегжейін тәппіштеп жатпай-ақ қояйын. Әйтеуір өте сәтті сапар болғанын айтсам да жетер. Кемеміз де өте оңды боп шықты. Командамызда тәжірибелі теңізшілерден құралды. Капитанымыздың да өз ісін қалтқысыз жақсы білетініне көзіміз жетті. Бірақ Қазына аралына жеткенше жол бойы айтуға тұрарлықтай екі-үш оқиға кездесті. Мистер Эроумыз капитанның күткенінен де гөрі нашарырақ, тіпті өрескел жаман адам боп шықты. Алдымен осыны білдік. Матростардың алдында түк беделі болмады. Айтқанына құлақ асып жатқан бір адам жоқ. Тіпті бұнысы да ештеме емес ау. Теңізге шыққанымызға бір-екі күн өтпей-ақ палубаға шыққанда, көзі лай судай кілегейленіп, екі беті қабарып, қызара бөртіп келетінді әдетке айналдырды. Тілі күрмеліп, жөн сөйлей алмайды. Мастықтың басқада да белгілерінен құр алақан емес.
өзін ауық-ауық масқаралап, каютаға қуып тығуға да тура келді. Құлап, о жер бұ жерін көгертіп алып жүрді. Тіпті ұзақты күн төсегінен тұрмай, каютасында жатып алатын күндері де бар. Рас, бір-екі күн онша қылжымдамай сау жүрген кездерде болды. Ондайда өз міндетін атқарған сынай көрсететін. Ішімдікті қайдан алатын білмейміз. Кемедегілердің бәрі осы жұмбақтың сырын аша алмай дал болды. Біз қадағалап, бақылап жүрдік. Бірақ өндіргеніміз шамалы. Арақты қайдан алып жүрсіз деп, тура өзінен де сұраған кезіміз болды. Ондайда мас болса, қарқылдап күлетін де, сау болса, өмір бойы судан басқаны аузыма алсам бұйырмасын деп ант су ішетін. Штурман ретінде одан түк пайда болмады. Және ол ма, өзінің қарауындағы адамдарына теріс ықпал жасады. Бұнысы түбі жақсылыққа апармайтыны айдан анық еді. Сондықтан болар, кейін дауылды түндердің бірінде әлгі шіркін кемеден ғайып болғанда, оған ешкім таңырқамады да, қайғырып та жатпады. Ернеуден құлап кеткен ғой деп түйді капитан. Амал нешік, джентльмендер, іс осылай тынбағанда, біз оның қол аяғына бәрібір бұғау салған болар едік. Сөйтіп, біз штурмансыз қалдық. Енді бұл жұмысқа команда құрамынан басқа біреуді жоғарылату қажет еді. Таңдау боцман Джоб Эндерсонға түсті. Оны бұрынғыша боцман деп атап жүрдік. Бірақ ол штурманның міндетін де қоса атқарды. Көп саяхат шегіп, кеңізді жақсы білетін мистер Трелонидың да бұл іске пайдасы тимей қалған жоқ. Ауа райы ашық күндер ол да вақтаға тұрды. Екінші боцман Израэль Хенс, елгезек, тәжірибелі кәрі теңізші болатын. Қандай жұмыс тапсырылса да, оның қолынан бәрі келеді екен. Айта кетейін, ол ұзын тұра Джон Сильвермен достасып жүрді. Бәрібір атын атадым ғой. Енді Сильвер жөнінде кеңірек әңгімелейін. Матростар оны Шолақсан деп атады. Екі қолы бос болу үшін балдағын жеп тағып, мойнына іліп алатын, балдағын қабырғаға тіреп қойып, кеме шайқалғанда өзде бір шайқала түсіп, құрлықта табанын жерге тіреп тұрған адамша асқан ептілікпен ас пісіргенін көрсеңіз. Дауылды күндері палубада, соның өзі үшін әдейі әр жерде керіп қойған арқандарды жағалап отырып, кептез, әрі сонша ептілікпен зыр жүгіргенін көргенде бәріміз қайран қалатынбыз. Матростар әлгі арқандарды ұзын тұра Джонның сырғалары деп әжуалайтын. Жүрген кезде бірде жанағы сырғаларға жармасса, бірде балдағын тірек етеді, ал кейде тіпті балдақты бос тастап, сүйретіп кетіп бара жатады. Әйткенменде сау кезінде онымен бірге жүзген матростар бұрынғы Джон мен қазіргі Джонды салыстыруға болама деп өкініш білдіретін. Біздің Шолақ санымыз жай адам емес қой дейтін маған екінші боцман. Жас кезінде білім құмар болды. Қаласа өзде кітапша сайрақ қоя беретін. Ал батырлығын көрсен. Ұзын тұра Джонның қасында айбар шашқан арстанның өзі түк болмай қалады. Құрғол келе жатқанда 4 кісі тап берген кезде бастарын түйістіріп, төртеуінде жайғастырып кеткенін мына мен өз көзіммен көргенмін. Бүкіл командамыз оны қатты сыйлайтын, тіпті бұйрықтарын да екі етпей орындайтын. Кіммен болса да тіл тауып, кімнің болса да ойынан шыға біледі. Әсіресе менмен жылы сөйлесетін. Тап түйнақтай, тап таза камбызына кірсем, тіпті қуанып қалатын. Ыдыс аяқтарын ұқыпта біліп, кептіріп, жалтырата жуып, тазалап қояды. Бұрыштағы торда тотысы отырады. Хокинс, дейтін маған Сильвер. Кірсейші, Джонмен әңгімелеспейсің бе? Басқа ешкімге де тап, сен келгендегідей қуанбайым балам. Отыр, әңгіме тыңда. Мынау капитан Флинт, аты шулы қарақшының құрметіне, тотымды капитан Флинт деп атағанмын. Иә, мына капитан Флинт сапарымыз сәтті аяқталады деп болжам айтады. Солай ма, капитан? Тотысы көзлеспей, пиастрлар, пиастрлар, пиастрлар деп тақылдай жөнерді. Және әбден талып шаршағанша, немесе Джон торын орамалмен бүркеп тастағанша тоқтамай қайталай берді. Бұл құстың жасы Хокинс, тап 1-200-ге толған шығар дейді ол. Тоты деген өлмейді ғой. Өмірде менің тотым көрген зұлымды қатаулыны жын перінің өзі де көре қойды мекен сірә. Бұл тоты Инглендпен де, иә, атақты қарақшы Инглендпен де жүзді. Бұл Мадагаскарда да, Малабарда да, Суринамада да, Провиденсте де, Портобеллода да болды.
Суға батып бара жатқан галеондардың жүгін құтқарғанды да көрді. Пиастрлар деуді де ол сол күні үйренген. Оған таң қалатында ештемесі жоқ. Сол күні Хокинс 350 мың пиастр теріп жинап алғанбыз. Бұл Тото Гоа маңында Үндістанның вице-короліне қастандық жасалғанда да бірге болған. Ал түріне қарасан балапан сияқты. Бірақ көрмегенін аз ғой, солай емес пе, капитан? Басқа қалысқа бір деп айқайлады Тото. Бұл менің керемет теңізшім ғой, дейді аспаз. Тотыға қалтасынан бір кесек қант алып беріп жатып. Тото тордың сұмын тұмсығымен шұқылап боқтық сөздерді жаудыра түседі. Қарамай арасында жүрсен, үстіңді былғамасына шараң жоқ деп түсіндірген болды Джон. Бейшара кәрі құс шайтан ойнағында отырғандай бұлапыт сөздерді айтады. Бірақ не айтып, не қойып отырғанын өзде білмейді ғой. Бұл Құдай алдында да боқтық сөздерін шіміріппей соға берген болар еді. Осыны айтып отырып, Джон маңдай шашын сәндене сипап қойды. Мен дүниедегі ең ізгі адам осы шығар деп түйдім. Сквайр мен капитан Смолеттің арасы бұрынғысынша дырдыраз кейінде. Капитан жөнінде өзінің нашар пікірде екенін Сквайр іркілмей ашық айтады. Капитан өзі келіп, Сквайрмен ешқашан сөйлеспейді. Ал Сквайр бірдене сұрай қалса, қатал салқын үн қатып, жауабын келте қайрады. Бір жолы қыспақ қалған кезде, команда жөнінде теріс пікірде болып келіппін деп, ол өз қатесін мойындауға да мәжбүр болғаны бар. Матростардың көпшілігі жұмыстарын жақсы істеп жүр. Команда тұтас алғанда үлбілі дәрежеде болып шықты. Тіпті кеме де оған қатты ұнады. Кемеміз жақсы, әйелдің күйеуіне құлақ асқыштығы сияқты. Рульдің ырқына көнгішақ екен, бірақ сер дейтін ол. Біз әлі елге оралғанымыз жоқ, және осы сапарымыз маған әлі де бұрынғысынша ұнамай келеді. Мұны естігенде Сквайр капитанға теріс айналады да, тұмсығын көтеріп қойып, палубада әрлі-берлі жүре бастайды. Мына кісі кешікпей-ақ шыдамымды мүлдем тауысатын шығар, дейді ол. Бір күні қатты дауылға ұшырадық. Дауыл Испаньоланың жақсы кеме екенін растай түсті. Командамызда риза сияқты. Бірақ оған таң қалатын ретіміз жоқ еді. Сонау Нұхтың заманынан бері сірә бірде-бір кемеде команданы тап, біздің кемедегідей ешкім еркелетіп ұстамаған шығар. Құрттай дәлел табылсақ болды. Теңізшілерге екі есе етіліп шарақ құйылады. Матростардың біреуінің туған күн екен дегенде құлағы шалса болды. Сквайр жұрттың бәріне пудинг бергізеді. Кім болса да тәбеті тартқан кезінде жей берсін деп, палубада әрдайым бір бөшке алма тұрады. Түбі жақсылыққа апармайтын нәрсе дейтін капитан доктор Ливсиге. Көрерсізде тұрарсыз, матростарды бұзғаннан басқа осының пайдасы жоқ. Алайда алма салған бөшкенің бізге керемет пайдасы дейді. Өзімізге төнген қауіпті дер кезінде біліп, залымдар қолынан қаза таппай аман қалуымызға сол көмектесті. Бұл былай болған еді. Біз алдымен пассатқа қарсы жүзгенбіз. Ондағы ойымыз өзіміздің аралдың жел жағына шығу болатын. Бұдан анығырақ етіп айта алмай отырмын. Ал енді қазір жел арт жағымыздан соғып тұр. Аралдың көрінетін уақыты болды ғой деп, күндіз түні көкжиектен көз алмай қараймыз. Өз есебіміз бойынша, енді тәулік толмай-ақ аралға жетуге тиіспіз. Не бүгін түнде, не ең әрі кеткенде, ертең түске дейін Қазын аралын көруіміз керек. Бағытымыз оңтүстік. Оңтүстік батыс. Траверсте жел бір қалыпты соғып тұр. Кеңіз беті тыныш. Испаньола алға қарай зырлап келеді. Оның бушпритінде толқын көміп жібереді. Барлық жағдайымыз жақсы. Кемедегілердің бәрінің де көңілдері көтеріңкі. Бәрі де сапарымыздың жартысының өткеніне қуанышты. Күн батып, өзімнің барлық жұмысымды аяқтаған соң, кереуетіме барып жатайын деп тұрдым кенет. Осы бір алма жеп алсам жаман болмас деген ой келе қалды. Лып етіп палубаға жүгіріп шықтым. Кезекші матростар кеменің тұмсық жағында тұрып, алып арал көрініп қалмас бекен деген үмітпен теңізден көз алмайды. Рульдегі матрос жел жақтағы желкендерді қадағалап, жәймен ысқырып тұр. Жым-жырт, жайлы тыныштық. Тек кеме ернеуінің ар жағынан сылп-сылп еткен судың ғана дыбысы естіледі. Қарасам бөшкенің түбінде жалғыз ғана алма қалыпты. Соны алам деп бөшкенің ішіне түсуіме тура келді. Судың бір қалыпты шылпылы, кеменің жанға жайлы мамық тербелісі әлдилеп, бөшкеде отырып ұйықтап кете жаздаппын.
Кенет біреу бөшкенің жанына келіп, гүрс етіп палубаға отыра кетті. Бөшке орнынан сәл қозғалып кеткендей болды. Әлгі кісі бөшкеге арқасын сүйей отырған тәрізді. Бөшкеден секіріп шықпақ боп жатқанында, әлгі кісінің сөйлеген дауысын естідім. Сильвердің дауысы. Бірден тани қойдым. Ол 2-3 ауыз сөз айтып, үлгермей жатып ақ, енді мен осы бөшкеден не қылса да шықпайын деген шешімге келдім. Әр қорқып, дірілдеп, әр сөзін естігім келіп, құлағымды тоса түсіп, бөшкенің түбіне жабысып жатырмын. Оның алғашқы сөздерінің өзінен кемедегі адал адамдардың бәрінің де тағдыры ендігі жерде менің қолымда екенін түсіне қойдым. Менің алма салған бөшкенің ішінде отырып естігендерім. Жоқ, мен емес, деді Сильвер. Капитан болған Флинт қой. Мен квартирмейстер болдым. Өйткені бір аяғым ағаш қой. Кәрі Пью иллюминаторларынан айырылатын жолғысте, мен де аяғымнан айырылған болатынмын. Аяғымды кескен оқымысты хирург еді. Өзі колледжде оқыған, бүкіл латынды жатқа соғатын. Бәрібір дар тұзағынан құтыла алған жоқ. Корсо Каслода иттей ғып басқалармен бірге салақтатып асып қойып, күнге қақтады. Олардың бәрі де Робертстің адамдары еді. Өздері кемелерінің атын өзгерте беретін. Ақыры олардың түбіне жеткенде осы жай ғой. Бүгін кемесі Король бақты деп аталса, ертең басқаша болып шыға келеді. Ал біздің тәртібімізше кеме о баста қалай аталса, ғұмыр бақи сол аты сақталуға тиіс. Біз кемеміздің Кассандра деген атын өзгерткеніміз жоқ. Және Малабардан сол кемеміз Ингленд Үндістанның вице-королын қолға түсіргеннен кейін аман-есен үйімізге жеткізді. Флинттің байырғы кемесі Моржда атын өзгерткен жоқ. Енді ол кеме өзі адам қанына, ернеуіне дейін лықа толған кеме ғой. Тіпті бір кезде тиелген алтынның қисапсыз көптігінен суға да кетіп қала жаздаған болатын. Бұл Флинт деген өзі, шіркін, заманында болып өткен екен ғой, деді. Матростардың арасында ең тұйық мінезді саналатын бір жігіт, даусынан Флинтке сүйсінгендік танытып. Дэвис те одан кем түскен жоқ деседі, деді Сильвер. Бірақ мен онымен бірге жүзік көргенім жоқ. Мен алғашында Инглендпен, кейін Флинттен бірге болдым. Енді міне теңізге өзім шығып келемін. Мен Инглендпен жүзгенімде 900, ал Флинтпен жүзгенімде 2000 фунт стерлингтей ақша тапқан болатынмын. Қарапайым матрос үшін бұл аз емес. Ол ақшаны банкке салғанмын. Қазір тым жақсы өсім беріп жатыр. Мәселе, ақшаны көп таба білуде де емес. Табылған ақшаны дұрыстап сақтап, ұстай білуде. Инглендтің адамдары бүгінде қайда жүр дейсің бе? Білмеймін. Флинттің адамдарын сұрадың ба? Көпшілігі осында. Осы кемеде келе жатыр. Ауыздарына пудинг тисе, соғанда мәз болады. Байғұстардың көбі жағада қайыршылық күн кешіп жүрді. Шын айтам, аштан өлуге шақ жүрді. Көзінен айырылған кәрі қақпас Пью ар ұятынан да жодай болып, бейне бір парламенттегі лорд құсап, жылына 1200 фунт ақшаны оп-оңай ысырап етіп жүрді. Қазір қайда дейсіз бе? Өліп, жер астында шіріп жатыр. Бірақ осыдан 2 жыл бұрын-ақ оның ішерге асы болған жоқ. Қайыр сұрауға дейін барды. Ұрлықта жасады. Тіпті қолына түскеннің кеңірдегін осып жіберуден де тайынған жоқ. Ал бірақ бәрібір ішер асқа жарымады. Осыны көріп отырып, қарақшы болуға қалай жүрегіміз дауаламақ, деді жас теңізші. Мәселе ақмақ болмауда дегенде, Сильвердің даусы сан кетті. Бірақ әңгіме сен жөнінде емес. Сен жас болғанмен ақылсыз емессің. Сені алдап соғу қиын. Сенің осында екеніңді мен бір көргеннен ақ білгенмін. Сондықтан ер азаматпен қалай сөйлесетін болса, мен де сенімен солай сөйлеспекпін. Мұна кәрі қақпас алаяқтың өткен жолмаған айтқан жарамсақ сөздерін аудармай, басқаға да айтып тұрған естігенде, менің не күйге түскенімді түсіну қиын бола қоймас деп ойлаймын. Қолымнан келсе, оны өлтіруге де бар едім. Бұл екі арада сөзім басқа біреу естіп отырғаннан хабар жоқ. Сильвер әрі қарай сөйлей берді. Ол жасыл джентльмендердің өмір бойғы көретіндері осы ғой. Омай күн көріш жоқ. Дар тозағына қай күні ілінер екенбіз деп үнемі қыл үстінде жүреді. Ал бірақ енді ішіп жеуге келгенде
төбелесер алдындағы әтештердей лықа тояды шіркіндер. Теңізге шыққанда жүздеген қара бақырлар ғана болады да, кейін қайтқанда жүздеген фунт ақшаны тие оралады. Олжалары орнын табады, ақшалары сарқылады. Содан кейін үстіндегі жалғыз көйлегімен теңізге қайта шығады. Ал бірақ мен өз басым олай істемейтінмін. Мен ақшамды бөліп әр жердегі банктерге салатынмын. Және сезік туғызбау үшін шектен тыс үлкен сома салмауға тырысатынмын. Мен қазір есінде болсын 50-демін. Осы сапардан оралайын. Содан соң нағыз джентльмендерше өмір сүретін болам. Әйтпегенде қашанға шейін демексің ғой, я? Жоқ, мен бұған дейінде жаман тұрғаным жоқ. Ешқашан ешқандай мұқтаждық көрген емеспін. Төсегім жайлы, тамағым тоқ болды. Рас, теңізге шыққанда кейде қиналған кездерім болды. Бастағанда қалай бастадыңыз дейсің ғой? Осы сен сияқты матрос болдан бастадым. Бірақ бұрынғы жиған ақшаңызды енді пайдалана алмайтын болдыңыз ғой, деді жас матрос. Мынадай сапардан кейін Бристолде енді көріне аласыз ба? Ол ақша қазір қайда деп ойлайсың? Деп сұрады Сильвер кекесін үнмен. Бристолдегі банктерде, тағы басқа жерлерде шығар, деді матрос. Рас, Бристолде сақталғаны рас, деді аспаз. Біз зәкір көтерген кезде ақша сонда болатын. Ал қазір кемпірім ақшаны бұрынғы сақталған жерлерінен түгелдей алып алды. Ол тіпті қарауыл дүрбіні де бүкіл жалдап алған жермен қоса, келіп кетіп жүрген адамдармен, жабдықтармен қоса сатып, бүгінде Бристолден кетіп үлгерді. Енді өзіміз бәделескен жерде мені тосатын болады. Қай жерде екенін саған айтарда едім, өйткені өзім саған күмәнсіз сенемін. Бірақ бізге неғып айтпаған деп басқалар ренжіме деп қорқам. Ал кемпіріңізге сенесіз бе? Деп сұрады матрос. Ол жашыл джентльмендердің бір-біріне сенуі деген сирек кездеседі, деді аспаз. Және сонысының өзі дұрыс та. Бірақ мені ешкім алдай алмады емес. Кәрі Джон сұлап түсін деп арқанның бір ұшын жібере салған адам одан кейін ұзақ өмір сүре алмайды. Біреулер Пьюден, біреулер Флинттен қорқатын. Ал менен Флинттің өзі де қорқты. Менен ол қорқатында еді. Соған қарамай мені өзі мақтан тұтатында еді. Оның командас деген шетінен екі иығын жұлып жеген алғыр болушы еді. Олармен бірге ашық теңізге шығуға шайтанның да жүрегі дауаламас еді. Мені өзің білесің ғой, мақтанбай-ақ қояйын. Бірақ квартирмейстер болған кезімде Флинттің кәрі қарақшылары менің алдында құрдай жорғалайтын. Кәрі Джон кемеде тәртіп орната білетінді. Имандай шынымды айтайын, Джон. Осы әңгімеңізге дейін сіздер кіріскел тұрған аналыз менің көңіліме қонбай-ақ келбеді. Ал ендігі жерде міне, қолым, мен келістім, деді матрос. Сенің ер жігіт екеніңді білгенмін, және өзің ақылсыз да емессің, деп Сильвер матростың ұсынған қолын құшырлана қатты қысып жібергенде бөшке орнынан қозғалып кетті. Сенің өмірде маған әлі кездесіп көрмеген керемет ол жашыл джентльмен шығуға тиіс. Бірте-бірте әңгімелерінің мән жайын мен де түсіне бастадым. Ол жашыл джентльмендер деп отырғаны қарақшылар. Адал ниет матросты азғырып, қара ниет қарақшылар тобына тарту тарихының соңғы тарауына куә болып отырғанымды да түсіндім. Кім біліпті, кемеміздегі ең соңғы адал кісі мүмкін осы жігіт болған шығар. Айтпақшы, кешікпей-ақ қарақшылар қатарына қосылған жалғыз бұл матрос қана емес екеніне де көзім жетті. Сильвер жайлап ысқырып еді. Тағы бір адам келіп, бөшке жанына отыра кетті. Дик бізге қосылды, деді Сильвер. Оның қосылатынын мен білгенмін, деген екінші боцман Израиль Хенстің даусын естідім. Дик ақымақ жігіт емес қой. Біраз уақыт ол аузына салған темекісін тамсанып үнсіз отырды да ұзын тұра Джонға қарап сөйледі. Шолақсан, айтшы, қашанға дейін біз маркетант қайығы құсап, әрлі-берлі бұлтақтап, құр босқа жүре бермекпіз? Мына капитан дегенімнен Құдай ақымен әбден мезі боп болдым. Оның осы күнге дейін бұйрық беріп келгенінің өзі де жетер. Менің де капитан жатқан каютадай жақсы бөлмеде тұрғым келеді. Мен де олар сияқты жақсы тамақ, жақсы шарап ішкім келеді. Израиль, деді Сильвер, мына сенің бас деп жүргенің бас емес. Түкке тұрғысыз бос қауашақ. Өйткені оның ішінде ешқашан мый болып көрметті. Бірақ әйтеуір құлағың өпілкен, тыңдай аласың.
Сондықтан менің айтқаныма құлақ сал. Сен каютада емес, бұрынғыша кубрикте ұйықтайтын боласың. Қолыңа тиген асты ішіп, айтқанды екі етпей тыңдап, кішіпейіл қалпында және қажет сөзді менің өз аузымнан естігенше тамшы шарап жұтпай бұрынғыша жүре бер. Менің айтқаныма сенуің керек, балам. Бәрінде мен өзім тындырып берем. Тыңдамайын деп отырған мен жоқ қой, деп міңгірледі екінші боцман. Тек қашан деп сұрағаныңдағы. Қашан дейді деп дауыстап жіберді Сильвер. Жарайды, айтайын қашан екен. Әл талай заман бар. Енді түсіндің бе қашан екен? Капитан Смолет тамаша теңізші. Кемені сондай жақсы жүргізіп келеді. Бұл деген біздің пайдамыз емей кімдікі? Сквайр мен докторда карта бар. Бірақ олардың картаны қайда тыққандарын мен қайдан білем? Оны сен де білмейсің. Сондықтан асығатын не бар? Сквайр мен доктор екеуі қазынаны тапсын. Бізге сол қазынаны кемеге тиеуге көмектесін. Солай емес пе? Содан кейінгісін көре жатамыз. Мұна сіздер сияқты голланд нәсілділерге сабырлық көрсетіп, өздерін дұрыс ұстай алады деп сенер болсам, капитан Смолетке кемені әлде біраз жерге дейін, кейін қарай жарты жолға дейін апарғызар едім. Біз өзімізде тым жақсы теңізші емеспіз бе? Деп келіспеген болды Дик. Жақсы матроспыз десен бір сәр деп, Сильвер түзету айтты. Біз тек рульді ғана бұра білеміз. Ал бірақ кеменің бағытын есептеп шығаралатын қайсың барсың? Джентльмендер, бұған еш қайсыңыздың да шамаңы жетпейді. Менің еркіме салса, капитан Смолеттің кемені ең болмағанда пассатқа жеткізуіне мүмкіндік берер едім. Сонда әйтеуір, дұрыс бағытта келе жатқанымызда және тұщы суды қасықтап бөлудің қажеті болмайтынын білген болар ем. Бірақ сендердің қандай адам екендерің маған белгілі. Сондықтан оларды қазынаны осында, кемеге тиеген бойда, аралдың өзінде құртуға тура келеді. Бірақ бұл ағат әрекет. Ал сендерге ауыздарың тек ромға жетсе болды. Шынымды айтсам, сендер сияқты саяз адамдармен бірге оралатыным есіме түскенде, жүрегім сыздап қоя береді. Ұзын тұра, таусылмай сөйлесеңші, деді Израиль. Селмен таласып отырған кім бар? Нақақтан нақақ опат болған кемелердің мен талайын көргенмін. Не бір керемет жігіттердің күнге қақталып, дарға асылып салбырап қалғандарында аз көргенім жоқ, деді Сильвер. Соның бәрі неліктен дейсің? Бәрі де асығыстықтан. Тағы да сол асығыстықтан. Мен теңізде талай рет жүзген адаммын. Өмірімде талай нәрсені көрген адаммын. Сондықтан ең болмаса менің айтқанымды тыңдай білсендерші. Кеме жүргізе біліп, дауылды жеңе білетін адам болсаңдар, онда бәрінде баяғыдақ пәуеске мінбейтін бе едіңдер. Бірақ сендерге ондай қайдан келсін? Сендердің кім екендеріңді мен білмейді деп пе едіңдер? Сендердің қолдарынан келетіні ромға лықа тойып алып, содан кейін барып дарға асылу ғана. Сенің Джон капелланға лайық әдеттерін жұрттың бәріне де белгілі ғой, деді оған Израиль. Біз сенен басқа да кеме басқара білетін адамдарды көргенбіз. Бірақ олар көңіл көтеруді де теріс көрмейтін. Командиріміз деп тұмсық көтермей-ақ, олар өздері де ішетін, басқалардың да ішуіне кедергі жасамайтын. Иә, оның рас, деді Сильвер. Бірақ сол сені айтып отырған кісілер қайда бүгінде? Анау Пью сол сен айтқандай шалқыбақ жүретін еді. Ал не болды? Қайыршы боп жүріп, ақыры өлді. Флинт те осындай болатын. Саванна жақта оның түбіне арақ жетті. Рас, олар серлік құрып, көңілді жүруді сүйетін. Бірақ сол мінездерінен ақыры не тауып, не қойды. Мәселе сонда ғой. Қолға түсіргеннен кейін мыналарды қайтеміз деп сұрады Дик. Міне бұл әңгімен маған ұнайды, деді аспаз, сүйсіне сөйлеп. Айтып отырғаның кәкір-шүкір емес, іс туралы. Өзің қалай ойлайсың? Не істеу керек оларға? Елсіз бір жерге түсіріп өтеміз бе? Ингленд болса сөйтер еді. Әлде барлығын шошқадай тізіп, бауыздап кетеміз бе? Флинт пен Билли Бонстың бірі болса, осылай етер еді. Иә, Биллидің сондай әдеті болатын, деді Израиль. Өлген адам тістей алмайды деуші еді ол. Енді оның өзі де өлді. Мәтелінің дұрыстығын енді өзі де іс жүзінде байқап көруіне болады. Билли мұндай іске келгенде шынында да шебер еді ғой. Оның рас, деді Сильвер. Билли мұндайды қапы жібермейтін. Ешкімге аяушылық білдіріп көрген емес қой. Бірақ мен көңілшекпін, джентльменмін ғой. Алайда істің насырға шабу қаупін көрмей отырғаным жоқ. Бәрінен қымбатты жігіттер, міндетті борышымды ұмытпау ғой. Сондықтан менің ұсынысым өлтіру. Кейін өзім парламентке мүше болған кезімде алтын жалатқан әсем пәуескеге қолын жеткен шақта,
Осы ши аяқтардың бірінің жетіп келіп, соңыма жармасқан шайтандай, жағамнан ала түсуіне қарап отырып, мүмкіндік беріп не жыным бар. Жемістің пісуін күткен жөн, ал піскен кезде жылу керек. Джон, айтары жоқ, ер жүрек адамсыз, деді боцман. Бұған істің барысында көзің жетер, Израиль, деді Сильвер. Менің сендерден бір ғана тілегім бар. Маған Сквайр Трелонды қиындар. Бұзау бас неменің басын өз қолыммен шауып түсірейін. Дик, деді ол, күтпеген жерден сөзін басқа жаққа бұрып. Бөшкеге секіріп түсте, маған рахым етіп, бір алма алып берші. Тіпті тамағым кеуіп кетті ғой. Зәрем тас төбемнен шықты. Егер шамам келген болса, ұшып тұрып, секіріп шығар едімде, қаша жөнелер едім. Бірақ тұла бойым жансыз қалғандай, буын-буынымнан әлгетіп, орнынан қозғала алсамшы. Дик орнынан ұшып тұруға ыңғайланған сыңай танытып еді, бірақ Хенстің аяқ астынан. Джон, сол шірік алманы қайтесін, онан да бізге ром құйсайшы, деген даусы оны тежеп қалды. Жарайды, деді Сильвер. Дик, мен саған сенем ғой. Міне, кілтімді берейін. Тығып жүрген бір кішірек бөшкем бар еді. Барып бір құмыра ром құйып әкелші. Қорқып үрейім ұшып жатсамда, сол сәтте, «Я, мистер Эроудың түбіне жеткен ром мына жерден табылған екен ғой» деген ой келді. Дик кеткен бойда Израиль аспаздың құлағына әлденелерді сыбырлай бастады. Құлағыма шалынғаны екі-үш сөз, бірақ соның өзде жеткілікті болды. Қалғандарының еш қайсысы келіспей қойды деп сыбырлады Израиль. Демек, кемеде әлде адал адамдардың бар болғаны. Дик қайтып оралған соң, үшеуі құмыраны кезек-кезек көтеріп, біреуі бақытты болайық деп, екіншісі қария Флинт үшін деп, ал Сильвер тіпті сапар сәтті, олжасы да мол болсын, тұрмыс шатты, байлығымыз зор болсын деп әндетіп, ромды ішіп салды. Бөшке ішіне жарық түсе бастады. Жоғары қарасам, Крюис Марспен жел үріп торсыған Фокзейлді күміс сәулеге бөліп, ай едәуір көтеріліп қалған екен. Сол сәтте вақтадан жер көрінді деген дауыста сан кете қалды. Әскери кеңес. Палубасты жүгірген аяқтар сүлінен тарсыл-гүрсілге толып кетті. Жұрттың каюталар мен кубриктерден жүгіре-жүгіре шығып, жиналып жатқанын естіп отырмын. Бөшкеден секіріп шығып, Фокзейлдің ар жағына өттім де, ол жерден ашық палубаға бұрылып, Хантер және доктор Ливсимен бірге жел жақ скулаға жүгіріп бардым. Осы араға бүкіл команда жиналды. Ай көтерілісімен тұманда серпіліп, айнала ашылып кетті. Ал сырақта оңтүстік батыс тұстан бір-бірінен арасы 2 мильдей қашықтыққа орналасқан аласалау екі төбе көрінді. Сәл әрдекте бұлардан гөрі биігірек тағы бір төбе қарауытады. Оны тұмшалаған сұрғылт тұман әлі сейле қоймапты. Төбелердің үшеуінің де сыртқы көрінісі түзу конусқа ұқсайды. Ол төбелерге өңім бе, түсім бе екені айырғысыз бейжай күйде тұрып, салғырт көз салдым. Өйткені, әлгінде ғана бастан кешкен үрейден әлі ес жиып үлгірмеген едім. Бұдан кейін капитан Смолеттің бұйрық беріп жатқан даусын естідім. Испаньола енді жел өтіне қарсы тік бұрылып, аралдың шығыс жақ бетіне қарай жүрді. Жігіттер, деді капитан, өзі берген бұйрықтары орындалғаннан кейін. Іштерінде бұдан бұрын бұл жерді көрген қайсың барсың? Мен көрген болатының, сэр, деді Сильвер. Сауда кемесінде аспаз болған кезімде бір рет осы арадан келіп ауыз су құйып алғанымыз бар. Тоқтауға сонау оңтүстік жақ, ана бір кішкентай аралдың арғы тұсы қолайлы сияқты ғой, солай ма, деді капитан. Иә, солай, сэр. Ол кішкентай арал Қаңқа арал деп аталады. Бұл өзі әуелде қарақшылар аялдайтын жер екен ғой. Содан кемеміздегі бір матрос бұл араның қарақшылар қойған аттарының бәрін білетін боп шыққаны. Солтүстік жақтағы ана бір тау Фок діңгегі деп аталады. Солтүстіктен оңтүстікке қарай тізіле біткен Фок діңгегі, Грот діңгегі және Бизань діңгегі деп аталатын мұнда 3 тау бар, сэр. Бірақ Грот діңгегін анау тұман қоршап тұрған биік тауды көбіне Қарауыл дүрбі деп атайды екен. Өйткені қарақшылар осында тоқтап, кемелерін жөндеген кезде сол таудың басына бақылау қоятын болыпты. Кешірерсіз, сэр, қарақшылар мұнда көбіне кемелерін жөндеуге келіп жүреді екен. Менде карта бар еді, деді капитан Смолетт. Өзі сол арал ма екен, қарап жіберіңізші.
Қолына карта тиген кезде ұзынтыра Джон көзі оттай жайнап өзгеріп сала берді. Бірақ аяқ астынан көңілі солық басылды. Өйткені бұл карта Билли Бонстың сандығынан біз тапқан карта емес. Соның тек дәл көшірмесі ғана екен. Жер аттар жазылыпты. Төбелер мен тереңдікті көрсететін белгілер де қойылыпты. Бірақ үш қызыл крест пен қолдан жазылған ескертпелері жоқ болып шықты. Алайда қаншама опық жегенмен Сильвер шыдамдылық көрсетіп сыр білдірмеді. «Иә, сэр, сол арал», деді ол. «Өзі бір жақсы салынған карта ғой. Міне қызық. Сонда бұл картаны салған кім болды екен? Қарақшылар деген сауатсыз халық қой. Міне, мынау капитан Киттің аялдамасы. Осы араны әлгі менің матрос жолдасым осылай деп атайтын. Мына жермен оңтүстікке қарай өтетін қатты ағыс бар. Кейін батыс жағалауға жеткенде ағыс солтүстікке бұрылады. Сіз кемені бірден Бейдивинтке бұрып дұрыс дедіңіз, сэр. Егер шығанаққа кіріп, кемені креңгіге қойғыңыз келсе, тоқтауға бұдан жақсы жер таба алмайсыз. «Рахмет», деді капитан Смолетт. «Көмегіңіз қажет бола қалса, сізбен тағы да сөйлесермін. Қазір бара беріңіз». Аралды өзінің бұрыннан білетіндерін айтқанда, Джон ғажап ұстамдылық көрсеткеніне қайран қалдым. Оның енді маған қарай келе жатқанын көргенде, шынымды айтсам, зәрем ұшып қатты қорықтым. Әрине, менің бөшкеде отырып, барлық әңгімені естігенімді ол білмейді. Әйткенмен оның қаталдығын, екіжүзділігін, кеме командасына деген зор ықпалын білетін менің өз-өзімнен жаным тітіркеніп, онсыз да құтым қашып тұр еді. Ал енді келіп иығыма қолын салғанда, селк ете түсе жаздап барып, өзімді әрең ұстап қалдым. «Жаман жер емес бұл арал», деді ол. «Сендей балаға жаман жер емес. Суға шомыласың, өрмелеп ағаш басына шығасың, тағы ешкілерді аулап аңшылық етесің. Өзімде ешкіше секіріп тау тасарлайсың. Шын айтам, осы ғаламат аралды көргенде аяғым ағаш екенін ұмытып, мен өзімде жасарып кететін деймін. Өзім бала болсаң, және өзімнің екі аяғың, он башпайың болса, шіркін оған не жетсін? Егер қыдырып аралды көруге зауқың соға қалса, кәр жоңға айтсаң жетіп жатыр. Ол саған жолына азық даярлап береді. Ол достығын білдірген боп, иығымнан қағып кеп жіберді де, шойнаңдай басып, жайына кет. Капитан Смолетт, Сквайр мен доктор Ливси үшеуі шкансада әлдене туралы сөйлесіп тұр екен. Өз естігенімді оларға түгелдей және неғұрлым тез айтып бергім келді. Бірақ жұрттың бәрінің көзінше әңгімелерін бөлуге қорықтым. Қалай жақындаудың амалын таппай, сол маңда айналсоқтап жүредім. Кенет доктор Ливси өзі дауыстап қасына шақырып алды. Ол төменде кальянын қалдырған екен де, темекі шекпей ұзаққа шыдай алмайтын болған соң, кальянын алып келуге мені жұмсағысы келген екен. Сөзімді басқа ешкім ести алмайтындай жақын келіп, оған сыбырлап сөйледім. «Доктор, менің сіздермен сөйлесуім керек. Капитан мен Сквайр каютаға түссін. Артынан мені әлде бір сылтау тауып шақырып аларсыздар. Мен сіздерге жан түршігерлік бір жаңалық айтпақпын». Доктордың түсі өзгере жаздап, бірақ тез бойын жинап алды. «Рахмет, Джим. Білгін келгенде осы болатын», деді ол. Осының алдында ғана маған әлденендей сұрақ қойған адамдай түр көрсетіп. Содан кейін ол Сквайр мен капитанға бұрылды. Ол еш қобалжымай, әңгімелерін жай барақат жалғастырып тұра берді. Дауыстарында көтерген жоқ. Еш қайсысы ысқырып та жібермеді. Бірақ доктор Ливсидің оларға менің өтінішімді жеткізіп үлгергенін мен түсіне қойдым. Бұдан кейін капитан Джоб Эндерсонға бүкіл команданы палубаға шақыруға бұйрық берді. «Жігіттер», деді капитан Смолетт матростарға, «сіздерге айтар әңгімем болып тұр. Алдарыңыздағы анау қарауытқан жерді көріп тұрсыздар ғой. Ол жер сол өзіміз келе жатқан арал. Мистер Трелонедің қолы ашық. Мырза кісі екенін бәріміз де білмейді емеспіз. Ол менен команда қалай, жұмысын жақсы атқарды ма деп сұрады. Мен әр матрос өзіне тиісті жұмысын барынтасымен орындап келді. Бүкіл команданың жұмысы ылғи ойдағыдай деп жауап қаттым. Мистер Трелоне, мен және доктор үшеуіміз каютаға барып, сіздердің денсаулықтарыңыз үшін, істеріңіздің сәтті аяқтаулары үшін ром ішкіміз келіп тұр. Ал сіздерге біздің денсаулығымыз, біздің ісіміздің сәтті аяқталуы үшін ішуге осында қазір шарап әкеліп қояды. Ал менің өз пікірімді білбілеріңіз келсе, Сквайр бізге сый ишарасын жасап,
өте дұрыс деп отыр. Сквайрдың құрметіне ура. Олар ура деп айқайлағанда, күдікті ештеме де байқалмады. Барлығы бір кісідей шын ниеттермен айқайлады. Шынымды айтайын, сол сәтте тап осы тұрған кісілер біздің бәрімізді өлтірмек болып жүрген қара ниет деуге сенуімнің өзі қиын болды. Алғашқы уралаған айқай басыла бергенде, капитан Смоллетке «Ура!» деп айқай салды ұзынтыра Джон. Бұл жолда уралаған айқайды барлығы тезіліп әкетті. Жұрттың осылай көңіл көтеруі әбден қыза келген тұста 3 джентльмен каютаға түсті. Сәлден кейін олар Джим Хокинске кісі жіберіп шақырып алды. Мен кіргенде олар столды айнала отырған екен. Алдарында бір құты испан шарабы, бір тарелка мейіз тұр. Доктор парегін тізесіне салып темекі шегіп отыр. Бұнысы қобалжу белгісі екенін бұрыннан білетінмін. Түн соншалық жайлы, жылы болған соң, кеменің артта иллюминаторын ашып қойған етін. Кейінгі жағымыздан ай сәулесінің түп-түзу күніш жолағы жылт-жылт етіп көз тартады. «Ал Хокинс», деді Сквайр, «сен бізге бірдеме айтқың келіпті ғой, бастай бер». Мен оларға бөшкеде отырып естігендерінің бәрін қысқаша айтып бердім. Әңгімем әбден аяқталғанша олар сөзімді бөлген жоқ. Маған көз алмай қадыла қарап, қозғалмастан қатты да қалды. «Джим», деді доктор Ливси, «отыр». Мені столға отырғызып, бір стакан шарап қойды. Алақаныма мейіз салды. Содан кейін үшеуі бірінен соң бірі менің денсаулығым үшін, бақытым үшін, батылдығым үшін деп бастарын иіп шарап ішті. «Сөйтіп, капитан, сіздің айтқаныңыз жөн боп шықты, ал мен қателесіппін», деді Сквайр. «Есек екенімді жаңа түсіндім. Сонымды мойындап, енді сіздің жарлығыңызды күтіп отырмын». «Сер, мен өзім де сондайлық есек болып шықтым емес пе?» деді капитан. «Бүліншілік жасауға бет алған команданың соншалық тіл алғыш, биязы болуын бірінші рет көріп отырмын. Басқа команда осылай етер болғанда, мен әлде қашанақ бәрін түсініп, тиісті шара қолданған болар ем. Ал мыналар керемет алдап соқты». «Капитан, сізді алдап соққан Джон Сильвер ғой», деді доктор. «Ол өзі бір тамаша адам. Өзін реяға асып салбыратып қоя алсақ, ол одан да тамаша адам болар еді», деді капитан. «Бірақ енді бұның бәрі бос сөз. Осы айтылғанның бәрінен түйген менің азды көпті тұжырымдарым бар. Егер мистер Трелони рұқсат етсе, сол ойларымды ортаға салайын». «Мұнда капитан өзіңізсіз, бұйыра беріңіз, сэр», деді мистер Трелони ерекше қошеметтей сөйлеп. «Біріншіден», деді мистер Смолет, «бастаған ісімізді одан әрі жалғастыра беруге тиіспіз. Өйткені кейін шегінетін жолымыз кесілген. Кейін қайтамыз деген сөз аузымнан шығар-шықпастан-ақ олар біріншілікке кіріседі. Екіншіден, біздің әлі уақытымыз бар. Ең кем дегенде қазынаны іздеп тапқанға дейін қауіпсізбіз. Үшіншіден, команданың ішінде әлде бізге адал адамдар бар. Ерте болсын, кеш болсын, қарақшылар тобымен біздің шайқасуымызға тура келетіні күмәнсіз. Менің ұсынысым, олардың ниетін білетінімізді сездірмеу керек те. Тұтқиылдан оларға алдымен өзіміз бас салуымыз керек. Мистер Трелони, сіздің қызметшілеріңізге сенуімізге болатын сияқты ғой, солай ма?» «Маған сенгеніңіздей сеніңіз», деді Сквайр. «Олар үшеу», деді капитан. «Және не біз үшеуміз. Және Хокинсті қоссақ, міне 7 кісі болып шыға келеміз. Ал команда құрамынан кімге үміт артуымызға болады екен?» «Жұмысқа Сильвердің көмегінсіз Трелондың өзі жалдаған адамдарға сенуге болатын шығар», деді доктор. «Жоқ, сенуге болмайды», деді Трелони. «Хенсті де мен өзім жалдаған болатынмын. Ал оның қазіргі жайы белгілі ғой». «Мен де Хенске сенуге болатын шығар деп жүргенмін», деп шынын айтты капитан. «Және осылардың бәрінің де шетінен ағылшын екенін қайтерсіз. Мұндай болады деп кім ойлаған?» деді Сквайр. «Шынымды айтсам, сэр, жарлығышпен осы кеменің күл талқанын шығарар едім». «Сөйтіп, джентльмендер, мен бар ұсынысымды айтып болдым», деді капитан. «Қолайлы сәтін күтіп, өте сақ жүруге тиіспіз. Бұның оңай емес екенін де білемін. Бірден бас салсақ, сәл жеңілірек болар еді. Бірақ команда құрамындағы өзімізге адал адамдарды біліп алмай, әрекет жасау мүмкін емес. Сақ болуымыз керек те, күте білуіміз керек. Міне, менің бар айтарым осы. Бізге қазіргі жағдайда бәрінен көбірек пайда тигізе алатын Джим», деді доктор. «Матростар бұдан сақтанып жатпайды.
Ал Джим өзі өте зерек байқағыш бала. Хокинс, мен саған көп үміт артып отырмын деп қосып қойды Сквайр. Шынымды айтсам, сенімдерін ақтай алмай, ұятқа қалам ба деп өзім қатты қорқып едім. Бірақ жағдайдың қалыптасуына қарай, шынында да мен оларды өлімнен құтқарған болып шықтым. 26 адамның ішінен біз тек 7 кісіге ғана үміт арта аламыз. Ол 7-дің біреуі бала, яғни менмін. Егер ересектерді ғана есептесек, 19 кісіге қарсы тұратын 6 адам екенбіз. Аудио кітабы ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Қолдаймын деушілер болса, Каспий нөмір сипаттамада.